Баршаңызға сәлем, есімім Гүлфия, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді және көп уақытты қажет етпейтін запеканканың жасалу жолын ұсынамын. Ол үшін бізге 500 грамм тартылған ет, 700 грамм картоп, 1 пияз, 1 қызанақ қажет болады. Енді картопты видеода көрсетілгендей өте жіңішке қылдырып, домалақ қылдырып тураймыз. Барынша жіңішке қылдырып тұраңыздар, сол кезде өте дәмді болып шығады. Картопты турап қойдым, енді барлық картопты ыдысқа саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және паприка салып, жақсылап араластырамыз. Енді запеканканы пісіру үшін форма аламыз. Формаға май жағып, осы формаға картопты саламыз. Және түзулеп шығамыз, біркелкі қылдырып. Картоптың үстіне құятын соусын дайындаймыз. Ол үшін 100 грамм қаймақты аламыз және оның үстіне 3 үлкен қасық қайнаған суды қосып, жақсылап араластырып, осы картоптың үстіне қаймақты құямыз. Барлық қаймақты құясыздар. Және жағып шығасыздар үстіне қасықпен. Енді пиязды тураймыз. Пияз менде үлкен болғандықтан мен тек жартысын ғана қосамын. Негіз кішірек пияз, немесе егер пияз ұнайтын адамдар болса, көбірек қосса да болады, өз қалауларыңыз бойынша. Мен тек жартысын ғана қосамын. Картоптың үстіне салып шығасыздар. Барлық пиязды салып қойдым. Енді тартылған етті дайындаймыз. Тартылған етке 1 жұмыртқа, дәміне қарай қара бұрыш, паприка және тұз салып, жақсылап араластырасыздар. Енді осы тартылған етті жаңағы пияздың үстіне саламыз. Салғаннан кейін біркелкі болу үшін тегістейміз. Қасықпен түзулеп шығасыздар. Енді қызанақты тураймыз. Қызанақты да жаңағы пияз сияқты жіңішке қылдырып турайсыздар, екіге бөліп. Үлкенірек қызанақ алсаңыздар, тура 1 қызанақ жеткілікті болады. Қызанақты саламыз. Енді мен қатты сыр алдым. Осы сырды теркадан өткіземіз. Сырды запеканка пісетін кезде піскенге дейін 10 минут қалғанда саласыздар. Әзірше дайындап қоямыз. Теркадан өткізіп, сырды дайындап қойдым. Енді запеканканы үстіне майонез саласыздар. Майонезден өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Мен видеода көрсетілгендей саламын. Енді запеканканы 200 градуста 50 минут пісіресіздер. Содан кейін сырды салып, тағы да 5 минут пісіресіздер. Толық уақыты, пісу уақыты 55 минут. Запеканка дайын, ас болсын.